Сәлем достар, қалдарың қалай? Деп пазл сияқты бастап кетсең иә. Хей, қалайсың досым? Бұл Франикит көріспегелі біраз болды. Әрине. Мен ұятсызбын. Біраз болды негізі видео түспей жасамағалы, және осы уақыттың ішінде менің каналымда біраз өзгерістер болды. Подписчиктер саны 100-ден асып кетті, ал видеодағы просмотрлар, кейбір видеолардың просмотрлары 10 мыңнан да асып кетті. Ал кейбірлердікі 1000-нан асып, және 1000-ға жетіп тұр. Бұл өте керемет. Бұндай активностьті сендерден күткенім жоқ негізі. Және менің осындай форматтағы видеоларымды көреді деп ойлаған жоқпын. Алдағы уақытта бұл арнаның тематикасы өзгеріп, басқа да тақырыптағы видеоларды шығаратын боламын. Яғни айтқанда влогтар, кеңестер, қазақстандық ютубта және де басқа да шетелдік ютубтарда болып жатқан жаңалықтарды талқылайтын боламыз. Типа ньюс сияқты ғой, короче. Және де достар, үлкен кешірім сұраймын, видео сабақтар болмайды. Яғни айтқанда неше түрлі программаларды қалай монтаждау, звукты қалай жазу деген сияқты алдағы біраз уақыт бұндай видеолар болмайды. Оған себеп ешқандай жыланбаймын. Жай ғана бірден айтамын, мүмкіншілік жетіспейді. Неге десеңіздер, менде ондай мықты компьютер жоқ, және соңғы уақытта мен өзімнің ноутбугымның жай ғана эффекттерді қосқанның өзінде де қатып жатқанын көріп отырмын. Және алдағы уақытта ақша жиналады деген ойдамын. Ақша жинап, кереметті компьютер алған кезде ғана ойындар, летсплей, күлкілі моменттер деген сияқты неше түрлі монтаждарға үйрету деген видеолар шығады. Ал оған дейін мен сендерге ютубта қалай көтерілу керек, қандай видеолар қазір трендке шыға алады, қандай тақырыпта видеолар түсірген дұрыс деген сияқты өзімнің жай ғана кеңестерім және өз ойларымды айтатын боламын. Сондықтан да достар, алдағы уақытта кереметті видеолар шығады деп айтпай-ақ қояйын, шығаруға тырысамын. Сондықтан да достар, бұл видео ұнаса сендерге лайк басыңдар, деп поддержка керек деген сияқты ғой. Және алдағы видеоларды жіберіп алу үшін подписка жасап, колокольчикті бас. Өз сұрақтарыңды және өз ойларыңды комментарий жаза аласыңдар. Не болып кетті, не істеп жатсың деген сияқты жаза аласыңдар. Және мені боқтап, анау любой нәрсе жаза беріңдер. Мен барлығын оқимын, лайк басамын және сердечко қойып кетемін. Сіздермен бірге болған Франикит және алдағы уақытта да болатын осы Франикит. Көріскенше сау.